Елімізде шағын және орта бизнес саласына барынша қолдау көрсетіліп келеді. Соған қарамастан кейбір жеке кәсіпкерлер мемлекетке салық төлеуден жалтарып, табыстарын жасыруға тырысуда. Әңгіме қолма-қол төлем жайлы. Қостанайлық саудагерлер сатып алушыларға осындай талап қойған. Кірістер департаменті бұндай кәсіп иелеріне қандай шара қолданылатынын айтты. Родион Бабич күнделікті керек жарағын сатып алғанда тек аударыммен, картамен немесе QR-кодпен есеп айырсады. Әмиянға ақша салып жүруді ұмытқалы қашан дейді. Ыңғайлы әрі жылдам, сақтыйын іздеп әуре болмайсың. Ешқашан, ешбір қиындық болған емес. Алайда жаңа жыл мерекесінен кейін әдеттегідей сауда нүктесіне барғанында сатушы қолма-қол ақшамен есеп айырысуын талап еткен. Буквально с той недели у нас в магазинах перестали принимать переводы. Өткен аптадан бастап дүкендерде ақша аударымдарын қабылдаудан бас тартып жатыр. Таң қалдым. Неге деп сұрасам, қазір бізде осылай дейді. Үйреніп қалдық бәріміз. Осыған дейін есеп айырысқанда бұндай мәселе болмаған. Жаңа жылдан кейін сатушылардың өздері ғой деймін, осындай жаңа ереже енгізіп алған. Бұндай мәселе неліктен туындап отыр? Кірістер департаменті қолма-қол ақшасыз төлемдерді қабылдаудан бас тарту заңсыз екенін айтады. Бұндай жағдайда кәсіпкерге бірінші ескерту жасалады. Қайталанса айыппұл салынады. 148 000 теңге көлемінде. Согласно нормам закона Республики Казахстан о платежах и платежных системах. Себебі төлемдер және төлем жүйелері туралы Қазақстан Республикасы заңының нормаларында әртүрлі төлем әдістері, банк картасы, QR төлемі немесе қолма-қол ақша қарастырылған. Бұндай фактілер анықталған жағдайда тұрғындар мемлекеттік кірістер органдарына хабарлауы қажет. Елімізде 6 жастан асқан балалардан бастап зейнет жасындағы қариялар да аталған төлем түрін белсенді пайдаланады. Қолма-қол ақша ұстайтын қазақстандықтардың басым көпшілігі енді сауда жасау үшін банкомат немесе электронды төлем қабылдайтын дүкен іздеуге мәжбүр. Себебі кәсіпкерлерде салық туралы заңнамаға енгізілген өзгерістерді естігеннен кейін қолма-қол ақша талап ететін болған. Если наличка, берем наличку. Өйткені салық көп төлейміз деп қорқады көбі. Қолма-қол есеп айырысуды талап еткенбіз, жасырмаймын. Бірақ қолма-қол ақшалары болмаса сатып алушылардың онда картамен де қабылдай береміз. Азаматтар шағымды өтініш арқылы міндетті растайтын құжаттар қосымшасы мен қолма-қол немесе тікелей Випон кэшбэк қосымшасында қалдырылады. Гүлім Қажымқызы, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы.